Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Толғанай Нұржанқызы, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен әдет арқылы жетістікке жету тақырыбын толық қозғайтын боламыз. Кемел адам кітабынан Қайрат Жолдыбайұлы авторы. Мен сіздерге сол жайлы толыққанды ақпарат беретін боламын. Олай болса кеттік. Ең алдымен бірінші каналға жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін әрқашан маңызды. Бүгінгі тақырыптар бізде дағдылар арқылы жетістікке жету, дағдылар қанша уақытта қалыптасады, аса маңызды дағдыларға мән беріңіз және де жақсы дағдыны күнделікті ісіңізге байлаңыз атты тақырыптарды қозғайтын боламыз. Олай болса кеттік. Дағдылар арқылы жетістікке жету. Біз өз әдет дағдымыздың құлымыз. Ендеше күнделікті дағдымызды өзгерту арқылы өмірімізді өзгерте аламыз деп Роберт Кийосаки айтып өткен болатын. Кез келген жетістіктің артында жақсы дағдылар мен ұстанымдар тұр. Дағды дегеніміз күнделікті өмірде жиі қайталанып, автоматты түрде іске асырылатын әдеттер жиынтығы. Дюка университетінің зерттеуі бойынша күнделікті іс-әрекетіміздің 45% біздің бейсаналы түрде тұрақты әрі қайталап жасайтын дағдыларымыздан тұрады екен. Адам баласы өмірлік ұстанымдары мен дағдыларын реттеген кезде жетістік өздігінен келеді. Джим Рон бұл жайлы былай дейді: жетістік бұл күнделікті үзбей жасалатын жай ғана қарапайым қағидалардан басқа ештеңе емес. Ал кері кету де дәл солай күнделікті қайталанатын қателіктердің нәтижесі. Расымен де кез келген жетістікке жеткен тұлғалардың өмірін зерделеген кезде олардың бойында өмірлік жақсы дағдылар қалыптасқанын, айнымас берік ұстанымдары болғанын байқаймыз. Өйткені бір жақсы ұстаным екінші бір жақсы іске жетелейді. Бір жақсы дағды басқа бір пайдалы әдетке итермелейді. Өмірдің бір жағы түзеткен кезде басқа жақтары өздігінен өзгере бастайды. Бұл заңдылық. Жаман дағдылар да адам өміріне осылай кері әсерін етеді. Олай болса, өмірлік ұстанымыңызға баса назар аударыңыз. Жақсы дағдыларды қалыптастыруға талпыныңыз. Қарапайым дағдының өзі тұрақты түрде жасалса, үлкен жетістікке жетелейді. Мысалы, таңғы уақытта және жатар алдында 10 беттен кітап оқуды әдетке алдырған кісі жылына 7300 бет кітап оқып тастайды. Бұл дегеніміз 30 кітап. Ал дәл осы дағдыны 10 жыл бойы үзбей жасайтын болсаңыз, 300 пайдалы кітапты оқып тастайды екенсіз. Тек таңертең немесе жатар алдында 5 беттен ғана оқығанның өзінде жоғарыдағы санның жартысында кітапты бітіресіз. Ал мұншалықты кітаптағы пайдалы білім арқылы көкжиегіңіз кеңіп, өмірде кездескен мәселелерді тиімді шешуді үйренесіз, жаңа тәсілдерді меңгересіз. Қалыптасқан өміріңізді бірден радикалды түрде өзгертемін дегеннен гөрі, күнделікті өміріңізге қарапайым әдеттер мен дағдыларды енгізу көп жағдайда жемісті болады. Дағдылар қанша уақытта қалыптасады? Мен ұрыстың 10.000 тәсілін үйренген адамнан қорықпаймын. Есесіне бір тәсілді 10.000 рет қайталап дағдыланған адамнан қорқамын. Брюс Ли. Кез келген істі күнделікті жиі қайталап жасағанда миыңызда сол іске қатысты нейрондық жаңа байланыстар пайда болады. Соның нәтижесінде дағдылар қалыптасады. Бұл белгілі бір уақыт қажет етеді. Нейрон аралық жаңа байланыстар бастапқыда өте әлсіз болады. Қайталап жасау арқылы қуаттана түседі. Ұзақ жылдар жаман әдеттерді жасау арқылы пайда болған нейрондық байланыстар тым қуатты болғандықтан адамға бұрынғы дағдыларын жасау оңайға соғады. Робин Шарма Кембридж университетінің арнайы зерттеуіне сүйене отырып, адамда қандай да бір дағдының қалыптасу автоматты түрде жасалынатындай әдетке айналу үшін 66 тәулік қажет деп айтады. Діни негіздерге сүйенсек, дағдының қалыптасу үшін кем дегенде 40 күн қажет. 40 күн мерзімнің маңыздылығы әдет-ғұрпымызда да жиі кездеседі. Мысалы, жаңа туған сәби осы өмірге бейімделу үшін 40 күн қажет. Сондықтан оған туғанына 40 күн толғанда 40-ынан шығару рәсімі жасалады. Босанған әйелдің де нифас мерзімі шамамен 40 күн. Ішкен астың ағзаға әсері 40 күн сақталады. Алла елшісінің таң намазын басқа бір риуаятта 5 уақыт намазды 40 күн үзбей жамағатпен оқудың артықшылығы жайлы айтқан арнайы хадистер бар. Мысалы, мына бір хадисте кімде-кім 40 түн намазының алғашқы рәкатына үлгеріп, құптанды жамағатпен оқитын болса, Алла тағала оған оттан азат болудан жазады делінсе, басқа бір хадисте кімде-кім 40 күн Алла разылығы үшін ықыласпен амал ететін болса, жүрегіне, тіліне хикмет бұлағы тасиды делінеді. Сондай-ақ Ағраф сүресінің 142 аятында ғибадат, ораза ұстаумен өткізген 30 түннен кейін Тауратты тапсыру үшін Мұсамен уәделескен едік. Сосын оған тағы да 10 күндік қостық. Осылайша Раббысының оған ғибадат жасау үшін бөлген
уақыты 40 түнмен тәмамдалады делінген. Жоғарыдағы аятта Мұса пайғамбардың Раббысымен сөйлесуі әрі Тәуратты қабыл алу үшін 40 күн бойы ораза ұстап құлшылық жасауға бұйырылғаны баяндалып тұр. Байқағанымыздай, аятта түнгі ғибадаттың маңыздылығын білдіру үшін 40 күн емес 40 түн делінген. Құранда хадистердегі осындай негіздерге сүйенген жүрек ілімінде де 40 күн бойы арнайы оқшаулану арқылы нәпсіні тәрбиелеу тәсілі бар. 40 күн бойы ішкен жеген асына мән беріп, былайғы уақыттағы қиынға соғатын түнгі намазы секілді құлшылықтарды үзбей тұрақты жасап, ораза, дұға, зікірге көп көңіл аудару жолымен жақсы дағдыларды қалыптастыруға бағытталған арнайы тәсіл бар. Осындай негіздерге сүйене отырып, кез келген дағдыны қалыптастыру үшін кем дегенде 40 күннің қажеттігін айтуға болады. Мысалы, 40 күн бойы бір уақытта жатып, бір уақытта тұрған адамның ағзасы, миы әбден бейімделгендіктен дағдыланған уақытта сағатсыз-ақ автоматты түрде қиналмай тұратын болады. Ал енді аса маңызды дағдыларға мән беріңіз. Осы тақырыпқа тоқталсақ, дағдылар әртүрлі. Кейбір дағдылар өміріңізге оң өзгеріс жасауға ықпалы мол. Мысалы, ерте жату бойдағы жоғалған қуатты толықтай қалпына келтіріп, қиналмай ерте тұруға, сергек оянуға көмектеседі. Ал әбден тынығып, сергек күйде ерте оянған адам сол күнін пайдалы өткізеді. Сондай-ақ спортпен айналысу және сауатты тамақтану дағдысы ерте ұйықтауға көмектеседі. Өзіңе деген сенімділікті оятады, тәртіпке тәрбиелейді. Дені сау адам алдына қойған мақсатына жету жолында энергия тапшылығын сезінбейді. Күнделікті оқу, үйрену дағдысы ойлау қабілетіңді арттырып, дұрыс шешімдер қабылдауға, проблемаларды оңай шешуге көмектеседі. Рухани әлеміңді байытады. Кейбір жаман әдеттер кері кетуге дәл солай ықпал етеді. Ықпалының ауқымдылығы соншалық теріс әрекеттер нәтиже бере бастайды. Мысалы, жарым түнге дейін ұйықтамай, теледидардың алдында немесе смартфонды шұқылап отыру ертеңгі күні кеш тұруға мәжбүрлейді. Өзіңді қинап ерте тұрған жағдайдың өзінде ұйқың қанып, бойыңдағы қуатың толық қалпына келмегендіктен күні бойы ұйқылы ояу маужырап жүресің. Өзіңді нашар сезінесің. Бүкіл күнің берекесіз өтеді. Соның салдарынан қолыңа алған істі тиянақты жасап аяқтауға кедергі келтіреді. Адамдармен қарым-қатынасыңа теріс әсер етуі де мүмкін. Қате шешімдер қабылдауыңа себеп болуы ықтимал. Адам ресурсы мен қуаты шектеулі болғандықтан өміріңізге оң өзгеріс жасауға көбірек ықпал ететін, сізді мақсатқа жетуіңізге көмектесетін маңызды бірнеше дағдыда аса көңіл аударып, басымдық танытыңыз. Жақсы дағдыны күнделікті ісіңізге байлаңыз. Дағды қалыптастырудың тиімді тетіктері бар. Ол үшін оған арнайы уақыт бөлудің қажеті жоқ. Қажетті дағдыны өзіңіз тұрақты істеп жүрген міндетті ісіңіздің алдына немесе артына байлап тастаңыз. Мысалы, мен дәретханаға кіріп шыққаннан кейін 10 рет отырып тұрамын. Аяқтарымды бүгіп, тіземді ішіме тиетіндей етіп кезек-кезек 15 дүркін көтеріп түсіремін. Сосын бір стақан су ішемін. Таңертең және ұйықтар алдында 10 бет кітап оқимын. Сіз де өміріңізде қалыптасқан міндетті түрде жасауға тиіс істеріңіздің алдына немесе артына пайдалы дағдыларды осылай байлап қойыңыз. Мысалы, көлікке отырғанда 2 минут терең тыныс алуды әдетке айналдырыңыз. Ұйықтау үшін басыңызды жастыққа қойған кезде Алланың нәсіп еткен нығметтері, күні бойы кездескен жақсы істер үшін шүкір етіп, алғыс айтуды, ренжіткен адамдарды кешіруді әдетке айналдырыңыз. Осылай үздіксіз жасау арқылы дағдыларыңыз ойланып, жоспарланып, жатпастан автоматты түрде жасалатын жағдайға жететін болады. Осымен біздің дағды жайлы толыққанды тақырыбымыз ашылды деген ойдамыз, сіздерге пайдалы болдық деген ойдамыз. Егер ұнаған болса, немесе түсініксіз жерлері болатын болса, комментарийға өз ойларыңызды қалдырсаңыздар болады. Сіздердің ойларыңыз біз үшін әрқашан маңызды. Біздің каналымыздың жоғары дамуына сіздердің үлестеріңіз өте көп. Баршаңызға назар салып тыңдағандарыңыз үшін алғыс білдіремін.